Басты мәселеміз осы мына заводтың шығып жатқан қазіргі мына түтіні, бұл аз ғана түтіні. Былайша түнде қатты өйткені светті, тоқты нені пайдалану үшін арзандау қылып береді газды. Сол түнде қатты қосылады, қара түтін деген басып қалады. 550 нарушение болып тұрса санитарлы норма, өздерінде 3000 болды. Неге сонда өйтеді олар? Әкімшілік біздің қайда қарап жатыр жергілікті? Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес біздерді осы 520 метр территориясынан бізді алшақтау жерге көшірсін, болмаса компенсациясын төлесе, біз өзімізде көшіп кетеміз. Соған разымыз. Бірінші кезек өзіңіз айтқандай, қазіргі істеп жатқан заңдарды істету. Екінші жағдай, жаңағы ол заңдардың күші жетпей жатса, жаңа мықты заңдарды қабылдау керек деп. Өйткені адамның денсаулығы осы экологияға байланысты ғой. Әсіресе бұл сіздердің бұл Қызылорда өңірі, Аралдың мынау нәубаты бар, бұлардың бәрі сіздердің бастарыңызға түсіп жатыр.